Бәріңе сәлем, құрметті достар, сіздермен байланысты әдеттегідей Қазбек ағай. Бүгінгі эфирде, бүгінгі сабақта көретіндеріңіз кезекті нұсқа талдау. Бірінші есептен бастайық. Бұл есепті шығарудың жалпы екі нақты әдісі бар. Ол әрине лайфхактар және ресми әдісі. Лайфхактарды тез түсіндіремін, сосын ресми әдіспен шығарамын. Қараңыздар, бұл жерде x пен y-тің орнына кез келген екі түрлі санды қоюымыз керек. Мысалы, 1 мен 2. Сол кезде какой-то бір k дейтін сан шықты делік. Мысалға, мынаның орнына 1-ді, мынаның орнына 2-ні и так далее. Былай қарай қойған кезде k дейтін сан шықты. Енді варианттарға да тура сол сандарды қойып, есептеген кезде, мынаның барлығына 4 варианттан да, мысалға, мынада k дейтін дәл мына жердегі сан шығатын болса, демек д нұсқасы дұрыс дегенді білдіреді. Бұл есептің лайфхактар әдісі осылай болады. Окей? Ал енді нақты ресми әдіске келетін болсақ, бұл қысқаша көбейту формуласы 7-ші сыныпта қарастырылады. Сол тарауға қатысты келген есеп. Бұл жерде біз ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз 8-ді. Сонда жақшаның ішінде x-тің кубы қосылған y-тің кубы дейтін өрнек қалады. Астында, яғни бөлшектің бөлімінен 4-ті шығарып жіберетін болсақ, x квадрат минус y квадрат қалады. Байқағандарыңдай, екеуі де бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. Сонда бізде x қосылған y, келесі жақшада x квадрат, азайтылған xy қосылған y-тің квадраты. Ал бөлшектің бөлімінде 4, және де бізде x минус y және x плюс y болады. Осы жерде байқағандарыңдай x плюс y-ті қысқарып кетеді, 8 мен 4 қысқарады, мұнда 2 болады. Демек бізде 2, потом мына жердегі жақша x квадрат минус xy плюс y квадрат, ал бөлшектің бөлімінде x минус y қалған екен. Мұнда жауап Б нұсқасында орналасқан. Осымен бірінші есеп тәмамдалды. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Егер түсінген болсаңыздар, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі бізде екінші тапсырма. Бұл жерде арк косинус және арк синус, яғни кері тригонометриялық функция келген. Бұны сіздер 10-шы сыныпта қарастырасыздар. Енді достар, бұндай есептерде жалпы мынау плюс сандармен келсе өте оңай болады, ал минус сандармен келсе кейбір оқушылар, енді бәрі емес, әрине көбіне шатасып кетеді. Сонда достар, қараңыздар, бұл жерде ең бірінші былай ойланыңыз. Арк косинус дегеніміз жалпы ол бұрышқа жауап беретін функция. Сонда сіз айтасыз, косинус қанша градуста мына 2-ден 1-ге тең. Бірінші соны тауып алыңызшы. Ол сізде 60 градус емес па, дұрыс па? Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Міне бірінші соны жазып қоямын. Енді мына жердегі минус таңба тұр. Бұл бостан бос тұрған жоқ қой. Бұл да әсер етеді. Бұл қалай әсер етеді десеңіз, бүйтесіз. 180 градустан енді осы 60 градусты азайтасыз. Міне. Яғни, достар, арк косинус және аргументінде теріс сан келетін болса, ең бірінші оң таңба ретінде қарастырып, бастапқы градусты тауып аласыз. Ол бізде 60 градус болды. Сосын 180 градустан, міндетті түрде 180 градустан сол 60 градусты шегеріп тастайсыз. Болды. Формула түрінде ол былай болатын. Пи азайтылған арк косинус, мысалға а деп қоя салайық бізде. А деген бұл жерде минус 1 мен 1-дің арасындағы сан. Вот. То есть минус 1 мен 0-дің арасындағы сан. Енді 180 мен 60 градус. Осылай азайтатын болсақ, бізде 120 градус қалады. Мінекей. Демек, біз қазір мына функцияның орнына 120 градусты қоямыз. Міне 120. Қосу арк синус түбіріш бөлу 2. Енді арк синус бұл жерде оң санмен келген екен. Бұл өте оңай. Бұл жерде 60 градус болады. Яғни синус қанша градуста түбірасты 3 бөлу 2-ге тең деген сөз ғой. Ол бізде тағы да 60 градус болады. Сонда 120-60-ты қосамыз 180 градус. Енді достар, вариантқа қарайтын болсақ, бізде радианмен көрсетілген. 180 деген радиан бойынша пи береді. Сонда есептің шешімі нұсқасында орналасқан екен. Екінші есеп осымен тәмам, түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді сіздерге сұрақ туындауы мүмкін. Егер мұнда 180 емес, допустим, мысалға там басқа бір сан шығып, мысалы 135 деген сияқты. Оны пиге қалай келтіреміз деп ойлансаңыздар, онда бүйтесіздер. 135 сызықша қойып x дейсіздер, астына 180, мында бүйтіп пи дейсіздер да, осы жерден x-ті тауып пропорция бойынша есептей саласыздар. Сол кезде сіздерде мысалға 3π бөлінген 4 шығады. Қысқарып кеткеннен кейін ше. Енді пропорцияны білетін шығармыз. Қарама-қайшылап көбейтіп, x-ті табасыздар ғой. Осылай тапсаңыздар болады. Жақсы, келесі бізде үшінші тапсырма. Бұл жерде теңдеу көрсетілген екен, рационал теңдеу. Рационал теңдеу сіздер 8-ші сыныпта, 9-ші сыныптарда қарастырасыздар. X куб, то есть 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта. X куб азайтылған 27 бөлінген бла-бла-бла. Бұл жерде ең бірінші біз анықталу облысын ескеруіміз керек. Мықты математиктер ең бірінші осы анықталу облысын ескереді, достар. Енді бұл былай болады. Бөлшектің бөлімі x минус 3 0-ге тең болмау керек. Осы жерден x тең болмау керек 3-ге. Енді x 3-ге тең болып қалатын болса, бөлшектің мағынасы болмайды. Міне сол үшін біз жауаптардан 3 дегенді сызып тастап отыруымыз керек. Окей? Жақсы, енді қалай шығарамыз? Бұл жерде мынаны қысқаша көбейту формуласы бойынша жинақтап жіберетін болсақ, x минус 3, потом бізде x квадрат минус 3x, то есть плюс 3x, потом плюс 9. Бөлшектің бөлімде x минус 3. Тең болады бізде 27-ге. x минус 3-тер өзара қысқарып кетеді. Сонда бізде x-тің квадраты қосылған 3x, қосылған 9, азайтылған 27.
тең болады 0-ге. Өздерің байқағанда x квадрат плюс 3x, мұнда бізде минус 18 болады, тең болады 0-ге. Қандай сандар бар? Көбейткенде минус 18-ді қосқан кезде минус 3-ті беретін. Ол әрине бізде минус 6 және де 3. Білесіңдер, бұл жерде біз 3-ті жауапқа ала алмаймыз, көрдіңдер ма? Егер де біз сразу барып сын нұсқасын белгілегенде қаралып қалатын едік. Өйткені анықталу облысы бар осы жерде. Сонда есептің шешімі тек қана минус 6 онда жауап д нұсқасында орналасқан екен. Осындай қызықты есеп түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Так, енді 4-ші есепке келетін болсақ, иррационалдықтан құтылу керек екен біз. Бұл бізде 8-ші сыныпта қарастырылатын тақырып. Әдеттегідей екі әдісті айтып кете аламыз бұл есепке. Бірінші есепте айтқан лайфхактар әдісі бар еді ғой. Айнымалының орнына сан беру. Мына есепке де соны қолдансаңыз болады. Мысалы, бұл жерде енді мына x-ке де бір сан бересіз ғой. Енді ол логичный, түсінікті. Мысалға біз сан берген кезде ойлануымыз керек та. Мына түбірден шығып кететіндей етіп берген дұрысырақ болады. Мысалға мен x-дің орнына минус 1-ді беретін болсам, минус 1 плюс 5, ол менде 4 түбірден 2 болып шығып кетеді. Мында минус 1-ді беремін, оның квадраты плюс 1. Қысқаша айтқанда, мына жерде есептейтін болсақ, минус 15 болады, достар. X-дің орнына минус 1-ді беріп есептеген кезде минус 15 деген жауап шықты. Варианттардағы бүкіл x-дің орнына минус 1-ді қойып тексересіз. Қайсысында минус 15 шығады, сол есептің шешімі болады. Ол біздің жағдайда, мысалы, А нұсқасы. Осылай лайфхактармен шығарсаңыздар болады. Ал енді нақты ресми әдісіне келетін болсақ, ол әрине түйіндесіне көбейту арқылы шығарылады. Мына бөлшекті алып, түйіндесіне көбейтесіз. 3 қосылған түбірдің астындағы x қосылған 5. Тура осы бөлшектің бөлімінде 3 қосылған түбір астындағы x қосылған 5. Енді бөлшектің бөлімінде байқағандарыңдай қысқаша көбейту формуласы тұр. 3-тің квадраты, ол бізде 9, азайтылған түбірдің квадраты. Түбірді квадраттаған кезде жақшамен жазуды ұмытпаңдар, достар, өйткені алдында минус таңба тұр. Ол бізге міндетті түрде әсер етеді. Мына жерде мынаны қысқаша көбейту формуласымен сразу ашып жіберейік. Сонда x минус 4 және де x плюс 4. Ол бізде көбейтіледі 3 қосылған түбірдің астындағы x плюс 5-ке. Енді осы жерден бөлшектің бөлімін сразу есептеп жіберетін болсақ, 9-дан мұндағы 5 азайтылады. Сонда бізде 4 азайтылған x дейтін өрнек пайда болады. Мінекей. Енді біз мына екеуінің орнын ауыстырсақ, нені аламыз, достар? Біз жақшаның алдына минус таңба аламыз. Қысқаша айтқанда былай, 4 минус x дегеннің орнын ауыстырдым. X минус 4 деп, енді таңбалармен, типа бізде не қып тұр ғой, таңбалар өзгеріске ұшырап тұр ғой, сол үшін алдына минус таңба қойып жібереміз. Окей? 4 минус x еді, мен еседім, x минус 4 дердім, орындарын ауыстырғандықтан алды минус таңба шығардым. Енді x минус 4 пен мына екеуі қысқарып кетеді, мына минус астында қалып қойды, демек бұл минус жақшаның ішінде x плюс 4, келесі жақшада 3 қосылған түбірдің астында x плюс 5 дегенді білдіреді. Сонда есептің шешімі А нұсқасында орналасып тұр екен. Екі әдісті түсіндіре алдым деген ойдамын. Түсінбей қалған болсаңыздар комментарийге немесе WhatsApp чатқа жазсаңыздар болады, я Telegram чатқа жазсаңыздар болады. Осымен 4-ші есеп аяқталды. Келесі бізде 5-ші тапсырма. 5-ші есепте бізде 6-ші сыныпта өтілетін период дейтін тақырыппен 8-ші сыныпта өтілетін рационал сандар тақырыбына қатысты салыстырудың есебі келген екен. Енді бұл жерде біз до конца бұны есептеп отырудың қажеті жоқ. Мынаны жай бөлшекке келтіріп, түрлендіріп олай жасаудың қажеті жоқ. Бірінші бүтін бөліктерін тексеріп алыңыз. Мысалға, мына есепте бүтін бөлігі 5. Мына үтірге дейінгі сан ол бүтін бөлік деп аталады. Ол бізде 5. Мына санда бүтін бөлігін есептейтін болсақ, 3 көбейтілген түбір асты 10 деп тұр. Енді түбір асты 10 деген ол жуық мәнмен 3-те какой-то бірдеңе. Мысалға, білмеймін, 3-те там 3 деп ала салайық мысалға. Сонда енді бүтін бөлігі мұнда 3, мұнаның бүтін бөлігі 3, сонда 3 пен 3 көбейтілгенде мұнда жалпы бүтін бөлік 9 болады. Сонда қараңыз, А деген санның бүтін бөлігі 5, Б деген санның бүтін бөлігі 9. Получается, бізде 9 үлкен ғой. Сол үшін Б нұсқасы есептің шешімі. Яғни, Б саны А санынан үлкен дегенді білдіреді. Көрдіңіз бе? Біз не істедік? Жай ғана бүтін бөліктерін салыстыра салдық, бітті, есеп сонымен тоқтады. Ал егер екеуінің де бүтін бөлігі бірдей болып қалса ше, ол кезде мынаны бөлшекке келтіресіз и так далее, солай есептеп до конца шығару керек болады. Окей, 5-ші есеп тәмам, келесі 6-шы тапсырма. Бұл жерде бізде V1 мен V4 берілген, осы прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Бұндай прогрессияның есептерінде нені сұрады, соның формуласын жазыңыз. Мысалға, бізден 5 мүшесінің қосындысын сұрады, демек S5-ті жазып қоямын. Оның формуласы менде V1 1 азайтылған Q-дің 5 дәрежесі және бөлшектің бөлімінде 1 азайтылған Q. Енді бізде V1 бар ма есепте? Бар. Не жоқ? Еселік жоқ. Еселікті табу үшін мына екі мүшені беріп қойған. Мен есемін V4-тің формуласын ашамын. Формуласы ашылатын тек осы ғана. V1 көбейтілген Q-дің
3 дәрежесі. Мәндерін орындарына қоямыз. V4 деген 54-ке тең. V1 есептің шартында 2-ке тең, көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. Осы жерден 54 2-ке бөлеміз 27, Q-дің 3 дәрежесіне тең. Q-ді табатын болсақ, ол әрине бізде 3-ке тең болады. Яғни қандай санды өз-өзіне 3 рет көбейтсек 27 шығады деген сөз. Ол бізде 3. Енді Q бар екен, V1 бар. Болды, бізге есептеуге барлығы жеткілікті. 1 азайтылған 3-дің 5 дәрежесі, астында 1 азайтылған 3. Сонда бізде мынаны есептейтін болсақ, 242 дейтін жауап шығады. Онда жауап нұсқасында орналасқан. Осымен алғашқы 6 есепті аяқтадық. Келесі бізде 7-ші тапсырма. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ұбт математикасына өте арзан бағада бар болған 20 мың теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз, практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Вот. Енді осының барлығының бағасы ұбт-ға дейін 20 мың теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар. Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын. Жақсы, енді 7-ші есептен бастап жалғастыратын болсақ, бұл жерде бізде синус дейді, бла-бла-бла информация берілген. Жалпы бұл тақырып 9-шы сыныпта тригонометрия тарауында қарастырылады. Қалай шығарамыз? Ең бірінші берілген информациядағы мына ақпаратты қолданамыз. Яғни осыны ашамыз, жақшамен. Бұны ашатын болсаңыздар, косинус альфа минус косинус 60 деп ашылмайды. Никогда, олай шатаспаңыздар. Енді қалай ашамыз? Бұл жерде альфа минус бета дейтін формула бойынша ашасыздар. Сонда бізде косинус альфа, косинус 60 градус, азайтылған синус альфа, синус 60 градус. Енді бізде мына жердегі бүкілінің мәні белгілі. Синус альфа есептің шартында 5-3-ке тең болып тұр мысалы. Белгісіз болып тұрған тек косинус альфа. Жалпы есептің идеясы осы косинус альфаның мәнін сұрап жатыр бізде. Енді оны қалай табамыз? Ол үшін бізге мынаны беріп қойған. Демек біз косинус пен синусты байланыстыратын өздерің 9-шы сыныпта ең бірінші жаттаған косинус квадрат қосылған синус квадрат тең болады 1 дейтін формуланы жазамыз. Орнына мәнін қоямыз. Косинус квадрат альфа қосылған квадраттап сразу жазатын болсақ 25-тен 9 тең болады 1-ге. Осы жерден косинус квадрат альфа тең болады бізде 25-тен 16-ға. Енді сіздерде мына жерге түбір қойғаннан кейін 2 мүмкін вариант шығады. Ол косинустың бір мәні плюс 5-тен 4, ал косинустың екінші мүмкін мәні ол минус 5-тен 4. Сіздер қайсысын алатындарыңызды қайдан білесіздер? Ол мына информацияға қарайды. Альфа қай жерде жатыр? Біздің альфамыз екінші ширекте жатыр. Яғни 90 градус пен 180 градустың арасында. Дәл осы мына екінші ширекте косинустың таңбасы плюс па, минус па? Минус таңбалы. Демек біз мынаны сызбаймыз, тек мынаны қалдырамыз. И косинус альфаның орнына осыны апарып қоямыз. Сол кезде бізде минус 4 бөлінген 5, көбейтілген 1 бөлінген 2 азайтылған. Так, мына жерде ортасы плюс болады, достар. Синустың мәні 3 бөлінген 5, көбейтілген синус 60, ол бізде түбір астындағы 3 бөлінген 2. Есептейтін болсақ, бұл нұсқасы есептің шешімі болып есептеледі екен. Осымен 7-ші есеп, достар, тәмамдалды. Келесі бізде 8-ші тапсырма. Енді осы 8-ші есепте анықталу облысы келген екен. Жалпы анықталу облысы дегеніміз функцияның графигі x осі бойынша қай аралықта жатқанына жауап береді. Сонда қараңыздар, графикке мұқият қарайтын болсақ, біздің графигіміз минус 3 дейтін нүктеден басталып тұр, және минус 3-ке жабық нүкте қойылған. Демек график минус 3-тен басталатын болса, керек емес варианттарды сразу сызып тастай аламыз. Енді сіздерде мына жерде BCD, D-ны да бірден сызып тастасақ болады. Себебі жабық нүкте болғандықтан мұнда тік жақша қойылу керек, ал бізде жай жақша қойылған, демек бұны сызып тастаймыз. B мен C қалды. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Паузаға қойып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Бұл жерде, достар, дұрысы С нұсқасы. Неге? Себебі біздің графигіміз 2 дейтін нүктеде үзіліп тұр. Міне. Минус 3-тен 2-ке дейін, және 2 кірмейді, достар, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни бұны сіздер 10-шы сынып алгебрасында асимптота деп қарастырғансыздар. Бірақ енді ол ұбт-да келмейді, просто сіздерге таныстыру үшін айтып өтіп жатырмын. Окей, сонда жалпы біздің графигіміз 2-де үзілген, минус 3-те басталған. Сонымен қатар мына жерде ешқандай нүкте бүкте жоқ, яғни график шексіздікке қарай созыла береді дегенді білдіреді. Қысқаша айтқанда минус 3-тен 2-ге дейін график бар, және 2-ден плюс шексіздікке дейін графигіміз жалғаса береді. 2
x-ке қойылмайды. Себебі бұл асимптота екінің есептің графигінде көрсетіліп тұр, үзік сызықтар. Окей, 8-ші есеп түсіндіре алдым деген өтеміз. Сұрақ туындаса не істеу керектігін білесіздер. Міндетті түрде Telegram чат немесе WhatsApp чатқа жазсаңыздар болады. Келесі бізде 9-ші тапсырма. АБС тең берілу үшбұрышында АС табаны 4 түбірасы 2 см, табанындағы бұрышы 45, үшбұрыштың Б төбесіне түсірілген биіктікті алыңыз. Қараңыздар, бізде қандай да бір АБС тең берілу үшбұрышы бар екен. Тең берілу деген мына екі бүйір қабырға бірдей дегенді білдіреді. Және АС табаны 4 түбір астындағы 2-ге тең дейді. Табанындағы бұрышы 45. Достар, қараңдар, мынау 45 градус болатын болса, автоматически мынау да 45 градус болады. Яғни тең берілу болғандықтан табандағы бұрыштары бірдей болады. Енді мына 45-45 болатын болса, демек мына жер 90 градус, өйткені үшбұрышты ішкі бұрыштарын қосылса 180 градусты беру керек. Бізде 45-45 бар, демек 180-ге жетпей жатқан градус ол 90. Енді біз осы жерден Б төбесінен биіктік түсіруіміз керек. Давайте оны мен қызыл түспен көрсетейін. Енді осы түскен биіктік, достар, именно осындай тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрышта мына табанының жартысына тең болады. H тең болады 2 түбірасты 2-ге. Яғни 4 түбірасты 2-ның жартысы ол 2 түбірасты 2. Сондай есептің шешімі Б нұсқасы. Неге? Себебі, достар, біз биіктік түсіріп тұрмыз. Биіктіктің өзі 90 градуспен түседі. Сонда қараңыз, мына жер 90, мына жер 45. Демек автоматически мына жерде 45 болып кетеді ғой бізде. Ал енді мынау мен мынаның бұрыштары бірдей болып тұрса, демек мәндері де бірдей болады. Ал енді біздің үшбұрышымыз тең бүйірлі болғандықтан, достар, именно осы АС табаны тек қана табанына түсірілген биіктік бір жағы медианада, бисектрисада бола алады. Демек медиана қасиеті бойынша қабырғасын теңдей 2 бөлікке бөліп жібереді. Мына жер 2 түбірасты 2, мына бөлік 2 түбірасты 2. Енді бұрыштары бірдей 45-45, демек оның қабырғалары да бірдей болады. Осы себептен H 2 түбірасты 2-ге тең болып шығады екен, достар. Бұл осылай тапсаңыздар болады. Енді мына есепті Пифагормен де шығара беруге болады, басқа да шығара беруге болады, бірақ ең оптимальный вариантты мен сіздерге көрсеттім. Ережені жаттап алып, басқа есептерді қолдансаңыздар болады. Бұндай есептер ұбт-да келеді, специально осы ережеге бағытталған. Окей, 9-шы есеп осымен тәмамдалды. Келесі бізде 10-шы тапсырма. Енді 10-шы есепте функция тарауының есебі келген екен, қалай шығарамыз? Жалпы алдыңғы нұсқа талдауларда мен осындай бір есепті басқаша әдіспен шығарып көрсеткен, яғни айнымалыға теңестіру арқылы. Ал енді мына есепте, достар, басқаша әдісті көрсетемін. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздердің мақсаттарыңыз мына x-2 деп тұрған өрнекті каким-то образом түрлендіріп жіберіп, тек қана x-ті қалдыруларыңыз керек. Енді оны біз қалай жасасақ болады? Оны былай жасасақ болады. Қараңыздар, f x-2 и осыған не істеймін? Плюс 2-ні қосып жіберем. Сол кезде -2 плюс 2 өзара жойылып кетеді ғой. Ал енді мына жердегі x-тарға да тура осы плюс 2-ні жазып шығамын. x плюс 2-ның квадраты азайтылған 4, мына жерде x плюс 2 қосылған 5. Болды, енді жақшаны ашып жіберетін болсақ, мұнда x-тің квадраты қосылған 4x қосылған 4, азайтылған 4x азайтылған 8 қосылған 5. Ұқсас мөлшері біріктіретін болсақ, 4x пен 4x жойылады, сонда бізде x-тің квадраты қосылған 1 қалады. Есептің шешімі Д нұсқасында орналасқан. 10-шы есепті түсіндіре алдым деген ойдамын. По идее қатты күрделі емес, достар. Сұрақ туындаса міндетті түрде ұялмаймыз, жазамыз, сұраймыз деп. Түсінген болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Окей, 10-шы есеп тамам, келесі 11. Экстремумдарға зерттеңіз, бұл бізде 10-шы сыныпта қарастырылады, туынды тарауының есебі. Туынды болғандықтан, яғни экстремумдарды табу үшін ең бірінші біз туындыны аламыз. Мына функцияның туындысын табу үшін u бөлінген v деген форманы қолданасыздар. Егер ол формулалар сіздерде жоқ болса, Telegram каналда PDF-те менде жинақталған, сол жерде бүкіл алгебра, геометрия, барлығының формулалары, қасиеттері, прям бүкіл нәрсе бар. Жай ғана алып қолдансаңыздар болады. Тегін тұр. Окей, кеттік. Енді бұл жерде u бөлінген v-ны қолданатын болсақ, ол бізде былай болады. f'(x) тең болады. Бөлшек. Бөлшектің бөліміне мына x-ті квадраттап жазып қоямыз. x квадрат. Бөлшектің алымына ln x-тің бірінші туынды аламыз. ln x-тің туындысы ол 1 бөлінген x болады. Оны көбейтеміз бөлшектің бөлімінде тұрған функция x-ке. Азайтамыз. Енді ln x-тің өзін жазамыз. Бөлшектің бөлімінде тұрған x-тің туындысына көбейтеміз. Енді ықшамдайтын болсақ, x пен x қысқарады, 1 қалады. Мында ln x болады. Бөлшектің бөлімінде x квадрат. Енді осылай туындыны алғаннан кейін сындық нүктелерді табамыз. Яғни бұны 0-ге теңестіреміз.
Сонда бізде бір азайтылған ln x тең болады 0-ге, яғни алымын бөлімін жеке-жеке анықтап аламыз. Осы жерден x-ті табатын болсақ, ол әрине бізде e-ге тең болады. Мынау логарифмдік теңдеулер. Егер мына жер сізге түсініксіз болса, логарифмдік теңдеулер деген тарауды бір қайталап алғаныңыз дұрыс. Потом x-тің квадраты бұл бөлшектің бөлімінде тұрғандықтан тең емес деп ескереміз. Яғни x бізде тең емес 0-ге. Осы екі нүктені сан сәулеге орналастырамыз. Мұнда бізде минус шексіздік, мұнда плюс шексіздік, мұнда 0 и потом e. Достар, қараңдар, бізде ln x болғандықтан, оның анықталу облысын міндетті түрде ескеріп жазып қою керек. X міндетті түрде не болады? 0-ден үлкен болу керек. Теріс сандарды біз қарастырмаймыз. Себебі бізде ln x, міне, аргументте x тұр. Демек, ln-нің аргументі әрдайым оң сан болады. 0-ді қабылдамайды, 0-ден басқа сандар, яғни 0,1 и так далее, плюс шексіздікке дейінгі сандарды қабылдайды. Сол үшін міндетті түрде біз мына x үлкен 0-ден деген шартты жазып қоюымыз керек. Жақсы, енді e дегеніміз, сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, бұл жуық шамамен 2-де 1 деген сан. Енді осы e-ден үлкен бір санды аламыз, мысалға 3 деген сан, мында апарып есептейтін болсақ, бізде теріс сан шығады. Немесе просто e квадрат деп елестетіп көріңіздер. E квадрат деген примерно 4-те 1. Демек, e квадрат мына жерге апарып қоятын болсақ, квадраты алдына түседі, ln-лер өзара жойылып кетеді да, 1-ден 2-ні азайтасыз, теріс сан шығады. Таңбаны осылай тауып алсаңыз болады. Сонда бізде мұнда минус сан болады. Тура солай 0 мен, мысалға, e-нің арасынан 1 деген санды алып, x-тің орнына қоятын болсақ, плюс сан шығады. Мына аралықты біз қолданбаймыз. Неге? Өйткені біз жаздық бағана, x 0-ден үлкен болу керек деп, ал бұл жерде 0-ден кіші сандар. Сол үшін бұл аралық бізге қажеті жоқ. Потом мұнда анықталу облысын жазып қояйық. Мына x үлкен 0-ден деген, мінекей. Енді достар, қараңдар, плюс тұрған аралыққа біз не істейміз? Жоғарғы қарай стрелка қоямыз, минус тұрған аралыққа төменге қарай стрелка қоямыз. Сонда біздің функциямыз не болып жатыр? Плюс таңбадан минус таңбаға өтіп жатыр. Міне. Қай нүктеде? E деген нүктеде. Демек, осылай плюстан минусқа өтетін болсақ, онда бұл E деген нүктеміз x максимум болады екен. Андай бір таудың биік шыңына ұқсап тұр, көрдіңіздер ме? Максимум дегеніміз, яғни осы бір таудың шыңы секілді, қысқаша айтқанда. Мына x максимум ол не екен? E дейтін нүкте екен. Есептің шешімі бұл нұсқасында орналасқан. Түсіндіре аламын деген ойдамын. Келесі бізде 12-ші есеп. Жоғарғы дәрежелі теңдеу есебі келген. Шатаспасам 9-шы сыныпта қарастырып кетесіздер бұны сіздер. Қалай шығарамыз? Бұны енді айтпаса түсінікті, өте оңай, жай ғана 0-ге теңестіріп түбірлерін тауып шығамыз. Яғни x минус 4 тең болады 0-ге, потом x тең болады 4-ге. Мұнда x тең болады тура осылай минус 2-ге, мұнда x тең болады 6-ға. Потом осылардың барлығын орналастырамыз. Бізде минус 2 жабық нүкте болады, бұны міндетті түрде ескереміз. Мұнда 6. Енді плюс-минустан сразу бастап кетпейміз. Өйткені бұл жерде x-тің таңбалары басқаша орналасқан. Яғни біреу плюс, біреу минус и так далее. 6-ның оң жағына бір санды аламыз, мысалы 7. Жай ғана мына x-тардың орнына қойып тексере салыңыз болды. Оң сан шама, теріс сан шама. Неше шатыны маңызды емес. Әйтеуір оң ба, теріс па, соны біліп алсақ болды. Теріс сан шығады. 4 пен 6-ның арасы, мысалға 5 деген санды аламыз, есептейміз. Оң сан шығады. Минус 2 мен 4-дің арасынан теріс сан шығады, мұнда да теріс сан шығады. Енді достар, қараңыздар. Есептеп болғаннан кейін бізден нені сұрап тұр? 0-ден үлкен немесе тең. Қандай сандар 0-ден үлкен? Оң сандар. Демек, плюс аралықтар бойылады. Сонда есептің шешімі 4 пен 6-ның арасы. Бірақ енді бізден нені сұрап тұр? Ең кіші натурал шешім. Демек, мына аралықтағы ең кіші натурал сан ол 4. Сонда есептің шешімі сын нұсқасында орналасқан екен. 12-ші есеп осымен тамам, келесі бізде 13. Арифметикалық, так давайте мынаны кішкене үлкейтіп жазып қояйық. Это көрінбей қалатын сияқты. Арифметикалық прогрессияның 2-ші және 6-ші мүшелердің қосындысы 16-ға тең дейді. Достар, қараңдар, 2-ші және 6-ші мүшелердің қосындысы 16-ға тең. Ал 3-ші және 7-ші мүшелердің қосындысы, яғни A3 және A7. Ол 20-ға тең. Осы прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Енді достар, қараңдар, бізде нені сұрады? S10-ды сұрап тұр, дұрыс па? Демек, формуласын ашайық. S10-ның формуласы 2A1 қосылған 9-ды бөлінген 2 көбейтілген 10. Бізде A1 мен D жетіспейді. Осы екеуін мына теңдеулер жүйесінен табамыз. Формулаларын ашып шығамыз. A2 деген A1 қосылған D, A6 деген A1 қосылған 5-ді.
Жалпы прогрессияның есептерінде не нәрсе берілді, соны математикалық түрде жазасыз, сосын формулаларын ашасыз. Болды. Осы әрекетті жасасаңыз, уже есеп өзі сұранып тұрады шығуға ше. По идее, прогрессияның есептері өте оңай негізі. Берілген нәрсені жаңа формулаларын жазып, ашып отырсаңыз жеткілікті. Мына жерде А1 қосылған 2-ді қосылған А1 плюс 6-ды тең болады 20-ға. Осы жерден А1-ге А1-ді қосамыз. 2А1 қосылған 6-ды тең болады 16. Мұнда 2А1 қосылған 8-ді тең болады 20-ға. Достар, осы уақытқа дейін көбірек практика жасаған оқушылар болатын болса біледі. Кейбір, енді дәл мына есепте емес, бірақ кейбір есептерді осындай жүйелерді бір-біріне қосып жіберіп қарайтын болсаңыздар, мына жерде тұрған санның мәні шығып кетеді. Типа мына қосынды шығуы мүмкін. Кейбір есептерде соны тексеріп отырыңыздар. Бірақ енді мына есепте ол орындалмайды. Қазір біз қосып жіберетін болсақ, 4А1 14-ді 36-ны аламыз. 2-ге бөлгенмен ешқандай пайда жоқ. 2А1 қосылған 7-ді деп шығып кетеді. Кейбір есептерде мысалы 2-ге бөліп жіберген кезде 2А1 қосылған 9-ды деп шығуы мүмкін. Ондай жағдайда міне 2А1 қосу 9-ды болып шыққанда, сразу мынаның орнына сол теңдікте тұрған санды апарып қойсаңыздар жеткілікті болады. Бірақ енді бұл практикасы бар оқушылар үшін. Егер сіздерде практика жоқ болса, онда миларыңызды ашып қойсаңыздар болады. Не істейміз? Мына жерде мынау бірінші теңдеу, мынау екінші теңдеу болса, мен мына бірінші теңдеуден екінші теңдеуді, немесе екінші теңдеуден бірінші теңдеуді іздері, сол кішкене оң сандар қылып шығарады екен. Азайтып жіберейік. Сол кезде 2А1 мен 2А1 азайтылып 0-ге айналып кетеді. 8-дан 6-дан азайтамыз. Сол кезде бізде 2-ді болады. 20-дан 16 азайтамыз, 4-ді тең 2. Айырманы тауып алдық. Айырманы тауып алғаннан кейін либо мұнда барып А1-ді тауып аламыз. Сонда бізде 2А1 қосылған 6 көбейтілген 2 тең 16. Былай қарай өткізіп аламыз. 2А1 тең болады 16 азайтылған 12, яғни 4-ке А1 табатын болса, ол 2-ге тең. А1 де Д-да 2-ге тең екен, мәндерін орнына қоямыз. 2 көбейтілген 2 қосылған 9 көбейтілген 2 бөлінген 2 көбейтілген 10. Сонда бізде 4, мұнда 18, 22, 2-ге бөлеміз 11, 11-ді 10-ға көбейтеміз 110. Есептің шешімі Б нұсқасында орналасқан екен, құрметті достар. Окей, түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі бізде енді 14-ші тапсырмада 5 синус x қосылған 12 косинус x тең 13 деп тригонометриялық теңдеу келген 10 сыныпта қарастырасыздар. Бұл жерде қосымша бұрыш енгізу дейтін әдісті қолданамыз. Ең бірінші. Жалпы бұндай есептер ОБТ тарихында алғаш кездесіп жатты. Қай жылдары? 2022 ма, шатаспасам 23 ба? В общем, 2005 жылғы түлектер ОБТ тапсырғанда примерно қаңтар ОБТ-ларында келді сол кісілердің. Жақсы, енді просто бір қызық информация ретінде айтып өтіп жатқан. Қалай шығарамыз? Бұл жерде ең бірінші қосымша бұрыш енгіземіз. R тең деп қоясыздар да 5-дің квадратына қосасыздар 12-ның квадратын. Сөйтіп шығатын сан 13. Енді біз барлығын осы 13-ке бөліп тастаймыз. Сонда мында 5 бөлінген 13 синус x қосылған 12 бөлінген 13 косинус x тең 13-ті 13-ке бөлеміз 1-ге. Осылай бөліп алғаннан кейін екінші қадам былай болады. Барлығын бір формулаға жинақтауларыңыз керек. Яғни либо синустың формуласы, либо косинустың формуласы. Нақтырақ айтқанда, синус жақшаның ішінде альфа плюс бета дейтін формула бар еді, немесе косинус жақшаның ішінде альфа плюс бета дейтін формула бар еді. Осы екеуін біреуіне жинақтауларыңыз керек. Бірақ біз жауапқа қарайтын болсақ, бізде барлығы арксинус деп тұр екен. Демек, ол скорее всего синусқа жіктеледі деген сөз. Сол үшін біз бұны бүйтеміз. Синустың формуласын есімізге түсірейік. Синустың формуласы ол бізде синус, мұнда мысалға альфа плюс минус бета болатын болса, ол бізде косинус альфа, синус бета, плюс минус, синус альфа, косинус бета болатын. Дәл осыдан келтіруіміз керек. Енді бізде мысалы мына жерде синус x деп тұр, демек мынаны косинус альфаға теңестіріп аламын. Косинус альфа тең болады 5 бөлінген 13. Енді косинус альфа мынаған тең болатын болса, мынау уже автоматически синус альфа болады, достар. 13-тен 12. Орындарына қоямыз. Сонда бізде косинус альфа, синус x қосылған синус альфа, косинус x тең болады 1-ге. Мынаны жинақтайтын болсақ, уже өздерінде бөліп отырсыңдар, бұл синус x плюс альфа формуласын береді. Тең болады 1-ге. Осы шеттен бұл дербес жағдай x плюс альфа тең болады. Синустың 1-ге тең болатын градус ол пи бөлу 2.
Демек, пи бөлінген 2 қосылған 2 пи n. Немесе бізде мұнда бәрі к мен жазылған, сол үшін 2 пи к. К тиісті бүтін сандар жиыны. Енді альфаның орнына біз мына жерден косинуспен өрнектелгенде алып қойсақ болады. Яғни альфа тең, мысалы мына жерге жазатын болсақ, арк косинус 5 бөлінген 13 дегенді апарып қойсақ болады. Немесе мұнан өрнектеп алсақ та болады. Альфа тең арк синус 12 бөлінген 13. Осы екен біреуін апарып қоямыз. Бірақ жауапқа қараймыз ғой, әрине. Бізде жауапта синустар қолданғандықтан біз не істейміз? X тең болады. Пи бөлінген 2 азайтылған альфа болып өту керек. Альфаның орнына сразу мынаны апарып қоямыз. Арк синус 12 бөлінген 13 қосылған 2 пи к. К тиісті бүтін сандар жиыны. Болды, сонда есептің шешімі осылай. Так, бұнда жауап достар бізде сын нұсқасында орналасқан екен. Бұл кәдімгі тригонометриядағы орташа деңгейлі есеп. Қатты күрделі емес мына есептің деңгейі. Надеюсь, түсіндіре алдым деген ойдамын. Қандайлар сұрақ туындайтын болса, міндетті түрде жазамыз, ұялмаймыз, Telegram чатқа немесе WhatsApp чатқа жаза берсеңіздер болады. Окей, келесі бізде 15-ші есеп. 15-ші есепте квадраттық функцияның графигі келтірілген, графикті қолдана отырып функция формуласын анықтаңыз. Бұны сіздер 8-ші сыныпта функцияны түрлендіру дейтін тарауда қарастырып өтесіздер жалпы. Енді сіздер мынандай бір нәрсені білулеріңіз керек. Параболаның жалпы теңдеуі ол x минус a-ның квадраты қосылған b дейтін формада жазылады. Бұл жерде a, b дегеніміз координаттар, яғни төбесі, парабола төбесінің координаттары. A деген парабола төбесінің x координатасы, b деген y координатасы. Параболаның төбесі мінекей. Мына жерде тұрған кішкентай точка сол параболаның төбесі екенін білдіреді. Оның x координатасы 2 болып тұр. Демек бүйтеміз. Y тең болады. X азайтылған 2-ның квадраты. Қосылған b дегеніміз ол y координат дедік. Бұның y координатасы минус 4 болып тұр. Сонда енді мұнда апарып қоятын болсақ, плюс таңбасы бізде өшіп кетеді. Минус таңбасы қалады. Енді мынаны қысқаша көбейту формасымен ашамыз. X квадрат азайтылған 4x қосылған 4. Азайтылған 4. Екеуі бір-бірімен жойылады. X квадрат азайту 4x қалады. Болды, есептің шешімі x квадрат азайту 4x. Так, онда жауап b нұсқасында орналасқан екен. Болды. Жағына осылай шығарып тастай салатын есеп. Егер де бізде параболаның тармағы бүйтіп төмен қарайтын болса, онда мына жерге минус таңба қойылады формулаға. Окей. Осымен 15-ші есеп аяқталды. Келесі 16-ші тапсырма. Енді 16-ші есепте x квадрат минус 3x плюс a тең 0 және бла-бла-бла параметрлі екі теңдеу келген. Кем дегенде ортақ бір түбірі болатындай. Осы сөйлем өте маңызды. Екі теңдеудің ортақ бір жауабы бар деген сөз. Мысалға, мына теңдеудің жауабы какой-то бір k дейтін сан болса, мысалға, демек ол k деген сан мынаның да жауабы болуы керек. Тура осындай жағдай орындалатындай a параметрінің мәнін табыңыз дейді. Енді достар біз бүйтеміз. Қараңыздар. Қазір мына x-тің орнына осы k-ны апарып қояйық. Сол кезде бізде k-ның квадраты азайтылған 3k қосылған a тең болады 0-ге. Мына теңдеуге де соны апарып қоятын болсақ, k квадрат азайтылған k қосылған 2a азайтылған 4 тең болады 0-ге. Енді осы екі теңдеуді бір-бірінен азайтайық. Мен мынаны бірінші теңдеу, мынаны екінші теңдеу деп алдым. Сонда екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтамын. Не аламыз? К квадратта жойылып кетеді. Минус k-дан минус 3k азайтатын болсақ, плюс 2k пайда болады. Так, 2a-дан 1a-ны азайтамыз. 1a қалады. Минус 4-ке ешқандай ұқсас мүше жоқ. Сондықтан өзі жазылады. 0-ден 0-ді азайтамыз. 0-дің өзі. Енді осы жерден достар қараңыздар, біз жауапты, яғни мынау k деген мәнді a саны арқылы өрнектеуіміз керек. Сол кезде қараңыздар, k-ның мәні тең болады. Барлығын келесі бетке қарай өткізетін болсақ, 4 минус a бөлінген 2. Ал енді не үшін бұлай жаздық сұрақ? Себебі біздің мақсатымыз a-ның мәнін табу. Яғни біз өрнектерді қолдану барысында жалпы мағынасы, мақсатымыз мына x-тардың орнына осы a параметр арқылы жазып алып келу ғой, түсіндіңіз ба? Вот, енді мен бүйтемін. Жаңа біз айттық қой, k деген бұл теңдеудің бір түбірі дедік. Я, бұл k-ның екінші бір теңдеуін шығарып алдық. Ол 4 минус a бөлінген 2. Енді осыны аламыздағына мына x-тардың орнына апарып қоямыз. Осы теңдеуге немесе мына теңдеуге өздеріңіз білесіздер. Мен бірінші теңдеуге апарып қоя салайын. Сол кезде бізде былай болады. 4 минус a
и осының квадраты бөлінген астындағы 2-нің квадраты ол 4. То есть түсіндіңіз бе? Мен x-тің орнына қойдым, бізде квадрат тұр. Сол үшін мынау бүйтіп квадратталған кезде 4 минус а-ның квадраты бөлінген 4 болады. Азайтылған 3 көбейтілген, мына жерде 2, 4 азайтылған а. Қосылған а тең болады 0-ге. Болды, енді осы жерден ортақ бөлім береміз, ықшамдаймыз, солай есепті шығарамыз. Мынаған ортақ бөлім 2-ден беріп жібереміз. То есть 4-тен, мынаған 2-ден. И потом бізде мұнда 16 азайтылған 8а қосылған а квадрат. Потом мұнда минус 3 пен мұна 2 көбейтілгенде 6, потом мұнда 4 минус а қосылған 4а. Тең болады 0-ге. Бөлшектің бөлімін жазбай қоюға болады. Себебі бөлшектің бөлімінде тек қана сандар. Ол ең соңында бүйтіп былай қарай көбейтіліп кетеді, 0-ге көбейтіліп, бірінші айтқанда бөлшек кетіп қалады. Уже ортақ бөлім бердіңіздер ма? Ары қарай жазудың қажеті жоқ. Егер сан болатын болса. Жақсы, енді мына жерде жақшаны ашып жіберетін болсақ, минус 6. Так, бірінші ұқсас мөлшерлерді біріктіріп алайық пока осы жерден. А квадрат, мұнда минус 8а, мұнда 4а. Сонда бізде минус 4а болады. Қосылған 16, азайтылған бізде 24, қосылған 6а. Тең болады 0-ге. Тағы да ұқсас мөлшерлер бірігеді. А квадрат, мұнда бізде 2а, азайтылған 8 тең болады 0-ге. Енді ойланамыз, қандай сандар бар? Көбейткенде минус 8, қосқанда минус 2-ні беретін. Ол бізде минус 4 және 2. Яғни вет теоремасымен тауып тұрмыздар, дискриминантпен де тапсаңыздар болады. Минус 4 пен 2 екен. Окей. Демек, адан 2 мән шықты. А1 тең болады минус 4-ге, А2 тең болады 2-ге. Болды. Демек, достар, мына аның орнына минус 4 апарып қойсаңыздар, 2-ні апарып қоятын болсаңыздар, мысалға минус 4-ті мұнда және мұнда қоясыздар. Сол кезде 2 теңдерді шешетін болсаңыздар, екеуіне ортақ бір түбір шығады. Дәл солай 2-ні апарып мұнда және мұнда апарып қойып, сол теңдерді шешетін болсаңыздар, 2 бөлек теңдерді. Ол кезде де ортақ бір түбір шығады екеуіне. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Жалпы енді варианттарда кішкене қате кетіп қалған екен. Бізде мұнда минус 4 дейтін нұсқасы түсіп қалған ғой, скорее всего. Сонда 2-ден минус 4 есептің шешімі, достар. 16-шы есеп осымен тамам. Келесі бізде 17-ші тапсырма. Бұл есепте геометрия қасты келген екен. Дөңгелекке сырттай сызылған теңберлі трапецияның ауданы 72, оның қабырғасындағы сүйір бұрышы 30 градус болса, трапецияның бүйір қабырғасының ұзындығын табыңыз дейді. Яғни бізде дөңгелек бар екен, достар. И осы дөңгелекке трапеция сызады. Енді осы жағдайда сіздерде мынандай қасиет орындалады. Қараңыздар. Мынау А табаны, мынау Б табаны. И бізде тең бүйірлі трапеция айтылып тұр. Демек, мына жер С, мына жер С. И енді тура осылай дөңгелекке сырттай трапеция сызылатын болса, А мен Б-ның қосындысы мына жердегі 2 С-ға теңеседі. Осы шарт міндетті түрде орындалады. Окей? Пока осыны жазып қоямыз. Одан кейін бізге ауданы 72 дейді. Трапецияның ауданның формасы қандай? Ол табандарын қосамыз, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз H-ға. Осы бізде 72-ге тең екен. Табандағы сүйір бұрышы 30 градус дейді. Окей, мына жер 30 градус екен, достар. Трапецияның бүйір қабырғасы. Бізден сыны сұрап тұр. Жалпы есепте сыны сұрап жатыр бізде. Жақсы, енді біз бүйтеміз. Мына жерден биіктікті түсірейік қазір. Мінекей былай. Биіктік ол 90 градуспен түседі. H. Енді біз білеміз, 30 градусқа қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысына тең. Дұрыс. Сонда мынандай ереже орындалады. Бұл бізде геометрияда қарастырылады, достар. Қайталап бір айтайын. 30 градусқа қарсы жатқан катет бізде не болады? Гипотенузаның жартысына тең болады. Болды. Сонда, достар, қараңыздар. Енді біз былай жазсақ болады ғой. Мына сының орнына 72-ні апарып қоямыз, тең. А плюс Б-ның орнына 2-сын апарып қоямыз, бөлінген 2, көбейтілген H-тың орнына С бөлу 2-ні апарып қоямыз. Сол кезде бізде 2 мен 2 қысқарып кетсін. Так, мынау былай қарай көбейтілгенде 144 болады, я. Тең С-ның квадраты. С тең болады 12. Болды, есеп шықты, онда жауап Б нұсқасына орналасқан екен. Келесі бізде 18-ші тапсырма. Енді бұл 18-ші есеп бізде аналитикалық геометрияға негізделген. Бұл жерде кеңістіктегі 2 минус 4 нүктесінен сфераға дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. Жалпы былай шығарылады. Бізде қандай да бір сфера болсын. Деп до конца сәндеп кетейін. Осындай бір сфера болсын. Енді осы сфераның мына жерде бізде центрі, я. Бұл жерде центрі 0, 0, 0 болады. Оны уже білетін шығарсыздар. Өйткені x квадрат, y квадрат, z квадрат. Бізге ешқандай басқа сандар айтылмаған. Демек, бұл жерде біз нені білеміз? Центрі
яғни о нүктесі координатаның бас нүктесінде орналасқан 0, 0, 0 дейтін нүктеде. Сферасына дейінгі ең қысқа қашықтық. И потом бізде 2 минус 4, 4 дейтін нүкте бар екен. Мысалға мына жерде 2 минус 4 и потом 4. Енді бізге мына жердегі ара қашықтықты табу керек. Мына жерде мен не деп алайын? Мысалы, P деп қоя салайыншы. Бізге PM деген ара қашықтық табу керек. Мен ол үшін бүйтемін, достар. Қараңыздар. M нүктесімен мына центрдің ара қашықтығын тауып аламын. Міне, 1 деп қояйын мұнда. M10-ны тауып аламын ара қашықтығын. Сол M10-ның ара қашықтығынан мен азайтып тастаймын радиусты. Мына жер менде радиус емес қой, достар, міне. Түсіндіңіз ғой? Сол кезде бізде нені шығарып береді? PM дейтін ара қашықтықты шығарып береді. Ара қашықтық болғандықтан модульмен жазылған сауаттырақ болады. Сонда, достар, қараңыздар, енді MO табатын болсақ, ара қашықтығын, ол бізде түбірдің астында 2-ден, 2 нүктенің ара қашықтығын табу формуласымен шығарасыздар. 2-ден мына 2-ні азайтамыз. 2-ден 0-ді азайтамыз. Мынаны координаттарын азайтып квадраттаймыз. Мына 2 азайтылған 0-дің квадраты деп ше. Минус 4-тен 0-ді азайтамыз. Сонда минус 4-тің квадраты. И 4-тен 0-ді азайтамыз. Значит, 4-тің квадраты. Тең болады бізде 4 қосылған 16 қосылған 16. Бізден шығады 6. Енді мына ара қашықтықтың мәні 6-ға тең екен. Содан біз радиусты азайтып тастаймыз. Енді радиусты қайдан табамыз десеңіздер, ол мына теңдеуде тұр. Бұл 9-дың түбір астындағы мәніне тең болады. Мына бізде 3. Получается, үшінші қадамда уже жауапты шығарамыз. 6 азайтылған 3 тең болады PM-нің ара қашықтығына. Сонда PM-нің ара қашықтығы ол тең екен бізде 3-ке. Демек есептің шешімі нұсқасына орналасқан. Яғни сфераның теңдеуі жалпы бізде былай: x минус a-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты қосылған z минус s-ның квадраты тең r квадрат. Енді бізде x квадрат, y квадрат, z квадрат деп тұр ғой. Демек a, b, s 0-ге тең дегенді білдіреді. Ал r квадраттың орнында 9 тұр. Біз сол үшін түбір астына алып радиустың мәнін тауып жатырмыз. 18-ші есеп осымен тәмам. Келесі бізде 19. Деген достар, 19-ші тапсырмада а, б, с үшбұрышы берілген дейді. Яғни вектордың есебі келген. Жалпы бұл вектордың есептерін сіздер мектепте 9-шы сынып геометриясынан бастайсыздар. Жақсы, енді қалай шығарамыз? Достар, қараңыздар, бізге нақты айтылмаған қандай үшбұрыш екені. Сол үшін жалпы жағдайдағы а, б, с үшбұрышын сызып қоямыз. б, с қабырғасының қақ ортасы м нүктесі дейді. Міне. Демек, мына жер мен мына жер бір-біріне тең екен. Егер а, б векторы а векторы деп алыңыз дейді. Сосын а, с векторын, яғни міне бағытын біз міндетті түрде көрсетуіміз керек. С вектор болатын болса, қайдағы б вектор болатын болса, онда АМ векторын А және Б арқылы өрнектеңіз дейді. Бұл жерде негізі формуламен бірден шарт жасауға болады. Осындай есептер келетін болса, қараңыздар. Мынау медиана векторы болып тұр. Дұрыс па? Медиана векторы, яғни қабырғаны тең екі бөлікке бөліп тұр ғой. Медиана вектор болатын болса, бұны М деп алайық мысалға. Бұл мына екі қабырғаны қосып екіге бөлгенге тең болады. Яғни 2-ден 1 А векторы плюс Б векторына. То есть бұл формула бойынша. Кәдімгі формула сіздерден сұрап жатыр. Болды, сондай есептің шешімі д нұсқасы деп сразу бүйтіп жазып кете салуға болады. Ал егер сіздер оны ұмытып қалған болсаңыздар, немесе вообще білмейтін болсаңыздар, қалай шығарамыз? Давайте біз мынаны М векторы деп жазып қоя салайық. А М дегенді М векторы деп жазып қойдым мына. Олай болатын болса, біз не істесек болады? Біз білеміз векторларды қосудың үш бұрыштар ережесін. Яғни А векторына, достар, қараңыздар. Так, мен мына жерді былай жазайын. Ең бірінші АБ векторына қосатын болсақ, БМ векторын, мына қараңыздар. Бірінші вектордың басы мен екінші вектордың ұшын қосып тұрған вектор осы екі вектордың қосындысына тең болады. Яғни АМ векторына. АБ векторы бізде Аға тең, БМ векторы бізде белгісіз, АМ векторын біз қайта тауып жатырмыз. Получается, проблемный болып тұрған БМ. Енді біз былай жасаймыз. АБ векторына қосатын болсақ, АС векторын бізден шығады. Так, кешірім сұраймын. АБ векторына қосамыз БС векторын. Сол кезде бізде АС векторы шығады. Сонда достар, қараңыздар, енді БС дегеніміз не нәрсе ол? БС дегеніміз АБ векторы қосылған 2 еселенген БМ вектор деп жазсақ болады ғой.
Себебі мынау мен мынау бірдей, сол үшін мен мына бөлікті 2 еселенген bm деп жаза аламын. Тең болады ac векторына. Осы жерден AB-ның орнына A-ны апарып қоямыз. Қосамыз 2bm, бізде bm белгісіз. AC-ның орнына b векторын қоямыз. Осы жерден енді bm векторын табатын болсақ, ол бізде b векторы бөлінген 2 минус a векторы бөлінген 2-ге тең болады. Сразу ықшамдап жазып жібердім, достар. Осыны аламыз да енді мына жердегі bm-ның орнына апарып қоямыз, бітті. Сонда AB векторы дегеніміз ол a векторына тең. Қосамыз bm-ның орнына мынаны апарып қоямыз. b векторы бөлінген 2 азайтылған a векторы бөлінген 2 тең am векторы. Ортақ бөлім мынаған 2-ден беріп жібереміз. Получается бізде a бөлінген 2 қосылған b бөлінген 2 дейтін жауап шығады. Болды, достар, сонда есептің шешімі д нұсқасында орналасқан екен. Екеуінен де ортақ бөлгіш 2-ні, то есть 2-ден 1-ді рақшаналдан шығарып жібере саласыздар. Окей, екі жолында көрсеттім, достар. Формуламен чисто бірінші әдіс болды. Одан кейін, егер оны білмейтін болсақ, ұмытпаған болсақ, қалай шығару керек деп оны да көрсеттім. Жалпы сіздерге векторға қатысты 100 есептік талдау керек болатын болса, менде тегін тұр, достар. Алып жай ғана оқисыз, бітті. Алу үшін жай ғана каналға өтіңіз, сол жерден тауып болады. Окей, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар, және видеоны мотивет достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі бізде 20-шы есеп. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ұбт математикасына өте арзан бағада бар болған 20 000 теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз и практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Вот, енді осының барлығының бағасы ұбт-ға дейін 20 000 теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар. Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын. Тәген, достар, 20-шы есепте түріне қарасаң өте бір оңай есеп секілді, бірақ кішкене шатастырып жіберетін моменттері өте көп бұл есепте. Қараңыздар. Ең бірінші біз не істейміз? Үстіңгі теңдеудің өзін жазып қоямыз. X қосылған y көбейтілген xy тең 7. Астыңғы теңдеуде x, y-ті ортақ көбейткіш ретінде жақшына сыртына шығарып жіберетін болсақ, x плюс y қалады. Тең болады 12. Өздерің біліп отқандай, x пен y-тің қосындысын a деп теңестіріп алайық. X пен y-тің көбейтіндісін b деп теңестіріп алайық. Сол кезде бізде a қосылған b тең болады 7. Астыңғы теңдеуде a көбейтілген b тең болады 12. Енді бұл жерде де, достар, a1-дің мәні 3-ке тең, b1-дің мәні 4-ке тең деп ойша тауып алсақ болады, немесе как положено шығарсаңыздар да болады. Бірақ ойша табуға келіп тұр, сондықтан таба салайық. Одан кейін a2-ның мәні тең болады 4-ке, немесе b2-ның мәні тең болады 3-ке деп екінші вариантты да қарастырамыз. Енді осы a1 v1-ге сәйкес келетін теңдеуді бірінші шығарып көреміз. X қосылған y тең болады 3-ке. Одан кейін x пен y-тің көбейтіндісі тең болады 4-ке. Енді мынаны шығаруларыңыз керек. Бұл жерде x-ті мысалға 3 минус y деп теңестіріп алып, мұнда апарып қоя салсақ болады. Сол кезде бізде 3 минус y көбейтілген y тең болады 4-ке. Осы жерден 3y азайтылған y-тің квадраты тең болады 4-ке. Y квадрат азайтылған 3y қосылған 4 тең болады 0-ге. Енді, достар, осы квадрат теңдеу шығарыла ма, шығарылмай ма? Бізде бұл шығарылмайды, дұрыс па? Өйткені мұнда қазір 9 азайтылған 4 көбейту 4 боқалықта дискриминант жалпы не болады? 0-ден кіші болады. Демек, мына жақты полный игнор жасайсыңдар уже. Бітті. Бірақ керек жоқ бізге. Яғни біз не істедік? А-ның мәнін 3, Б-ның мәнін 4 деп алған кезде жарамсыз теңдеуді алдық. Демек, сызбаймыз. Мына кеттік полный. Енді мынаяққа келеміз. Сонда x пен y-тің қосындысы 4-ке тең болуы мүмкін, x пен y-тің көбейтіндісі 3-ке тең болуы мүмкін. Осы вариантты тексеріп көреміз. Бұл жерде шатасып кетпеу керек. Теңдеудің түрі де, сандар да бір-біріне ұқсайды. Асықпай, дұрыстап отырып жазсаңыздар, негізі өте оңай теңдеулер. Енді бұл жерде уже айтпаса да түсінікті, x-тің мәні 3-ке тең болуы мүмкін, y-тің мәні 1-ге тең болуы мүмкін. Немесе зеркальный вариантты да алсаңыздар болады. Бірақ біздің жағдайда разница жоқ. Өйткені бізде нені сұрап тұр? X пен y-тің қосындысын сұрап. Ол бізде не болады? 3-ке 1-ді қосатын болсақ 4 болады.
Сонда есептің шешімі b нұсқасында орналасқан екен, құрметті достар. Окей, 20-шы есеп осымен тәмам. Келесі бізде 21-ші тапсырма. Бұл есепте көрсеткіштік теңсіздік кездескен, то есть келген. Қалай шығарамыз? Мына 4x, мына жерде 2x тұр. Біз не істейміз? 4x-ті 2-нің квадраты деп жазсақ болады, еп. Азайтылған 6 көбейтілген 2-нің x дәрежесі қосылған 8 кішіне тең 0-ден. Өздерің білетіндей, осы жерден 2-нің x дәрежесін қандай да бір t айнымалысына теңестіріп алатын болсақ, бізде t-нің квадраты азайтылған 6t қосылған 8 кіші немесе тең 0-ден. Осы жерден t-дан 2 шығады. t1 ол 4-ке тең болуы мүмкін, t2 2-ке тең болуы мүмкін. Енді біз не істейміз? Осы жерден былайынан бүйтіп x-тің мәндерін табылар. 2x тең болады 4-ке, x тең болады 2-ге. Уже айтпаса түсінікті, достар, бұл жерде 2x тең болады бізде 2-ге, x тең болады 1-ге. Яғни мен не істедім? Мына шыққан t1, t2-лер арқылы x1, x2-ні тауып алдым. Енді осыларды қоямыз. Сонда бізде 1 және мұнда 2. И потом енді мына жерде не істейміз? Плюс, минус, плюс орналастырамыз. Бұның мағынасын бағана айтқан едім. 2-ден үлкен бір санды аламыз, орнына қойып есептейміз деп. Вот. Енді мына жерге апарып қойып есептеп отырғандар, достар, бұл x-тің мәндері 1, 2 деген, оны мында апарып қойып есептейсіздер. Вот сол кезде бізде 0-ден кіші аралықты сұрап тұр екен, ол 1 мен 2-нің аралығы. Бізде не сұраған? Ең үлкен бүтін шешімін сұраған. Біздің жағдайда екеуіне де тік жақша қойылады. Демек, осы жерде ең үлкен бүтін мән ол 2. Сонда есептің шешімі b нұсқасында орналасқан екен. Келесі бізде 22-ші тапсырма. Енді достар, 22-ші есеп. Бұл жерде де функцияға қатысты келген есеп екен. gx мынаған тең болатын болса, бізге fx-ті тап дейді. Достар, мынау бағанағы есепке ұқсайды, достар. Қараңыздар, мен қазір gx-тің орнына мына x плюс 2-ні әкеп қоя саламын. Сонда fx плюс 2 тең. Енді мына жерге x плюс 2-ні апарып қойып жүрмеңдер, достар. Бұл жерде олай емес, x квадрат плюс 4x плюс 5. Міне. Біз мына функцияның мәнін просто әкеліп қойып жатырмыз. Сол үшін мына жақта x-ның орнына x плюс 2-ні әкеп қойып қоймаңдар. Міне, бізде осындай бір өрнек бар екен. Енді fx-ті сұрап тұр. Көрдіңіз бе? Бағанағы есепте шатаспасам бізде минус 2 болды, біз плюс 2 қосқан едік. Ал бұл есепте керісінше біз енді не істейміз? X плюс 2 минус 2 деп енгіземіз. Яғни 2-ні азайтып тастаймыз. X квадрат минус, x минус 2-нің квадраты қосылған 4, мұнда x минус 2 қосылған 5. Осы шептен ашып жіберетін болсақ, x квадрат минус 4x қосылған 4, қосылған 4x азайтылған 8, қосылған 5. 4x-тар жойылып кетеді, x квадрат плюс 1 қалады. Демек, онда жауап а нұсқасында орналасқан екен, достар. Көрдіңіздер ме? Екі түрлі есеп болғанымен, типі берілген екі түрлі болғанымен, бірақ шығару жолдары бірдей. Мысалға, мына нұсқа маған түсуі мүмкін, нағыз ұбытыда. Бағанағы бірінші есеп, ол сіздің нұсқаңызда түсуі мүмкін, да? Түсінесіз ба? Грант ұбытын есептер примерно осыған ұқсас болып құрастырылған осы уақытқа дейінше. Мына сол грант ұбытыларда келген есеп болу керек, скорее всего. Жақсы, 22 осымен тамам, келесі бізде 23. Кубтың диагоналі 3 бұрасы 3-ке тең, осы кубтың толық бетін аудан табыңыз. Геометрияның есептерінде нені сұрады, соның формасын бірінші жазып алыңыз. Бізден толық бетінің ауданын сұрады. Кубтың толық бетінің ауданы 6а квадрат дейтін формамен табылады. Себебі оның 6 жағы бар, 6 жағы да квадрат. Сондықтан квадраттың ауданы а квадрат қой, соны 6-ға көбейтесіз. Енді диагоналі 3 бұрасы 3-ке тең дейді. Кубтың диагоналінің формуласы ол а бұрасы 3 дейтін формамен табылады. Енді оның бізде мәні бар екен, теңестіріп аламыз. 3 бұрасы 3-ке. Осы жерден түбір 3-тер қысқарып кетеді. Аның мәні тең болады 3-ке. Егер а 3-ке тең болатын болса, осыны аламыз да мұнда барып қоя саламыз. s тең болады 6 көбейтілген 3 квадрат. 9 бен 6 көбейтілсе 54. Есептің шешімі д нұсқасында орналасқан. 23-ші есеп осымен тамам, келесі 24. 24-те кері функцияны сұраған екен. Біз не істейміз? X мен y-ның орындарына ауыстырамыз. Мұнда x тең болады 2 y азайтылған 1 бөлшектің бөлімінде y қосылған 3. Енді сіздің мақсатыңыз осы жерде y тең деп теңдеуді шығаруыңыз керек. Ең соңында y тең деп табылған функция кері функция болып есептеледі. Ол үшін біз не істейміз? Бұны былай қарай көбейтіп аламыз. Сонда x y қосылған 3x тең болады бізде 2y минус 1. y-ті бұлай, x-ті бұлай өткізіп жібереміз. Сонда x y азайтылған 2y тең болады минус 1 минус 3x. Яғни біз не істедік? y-тарды бір бетке жинақтап алдық. y-ті ортақ көбейткіш ретінде жақшан сыртына шығарып жібереміз. x минус 2 тең болады минус 1 минус 3x. Осы жерден y-ті табатын болсақ,
минус 1 минус 3х бөлінген x минус 2. Осындай жауапты іздейміз. Так, минус 1 минус 3х. Бізде ондай жауаптар көрсетілмеген, что-то бір жауапта қате кетіп қалған секілді. Жоқ, бізде қате кетпеген. Бізде былай жасаған. Мына екеуінен минусты жақшаның сыртына қарай шығарған. 1 плюс 3х. Мына екеуінен минусты жақшаның сыртына шығарған. 2 минус х. Минус пен минус плюске айналып кетеді да 1 плюс 3х бөлінген 2 минус х дейтін нұсқасында жауап шыға салады екен. Көрдіңіз ба? Шатастырып жіберетіндей есеп. 24-ші есеп осымен тәмамдалды. Келесі бізде 25-ші тапсырма. Синус 2х функциясының алғашқы функциясын табыңыз дейді. Окей, алғашқы функция деген ол бізде интеграл. Сіздер оны 11-ші сыныпта қарастырасыздар. Сонда міне бізде синус 2х dx тең. Синустың мәні ол бізде косинусты береді. Потом бізде мұнда 2х болғандықтан, мұнда сол 2х жазамыз. Астына осы 2 деген санды жазамыз. Яғни қысқаша айтқанда мына 2х-тің туындысын жазамыз деп айтсақ болады. Потом минус таңбаны алдына қоюды ұмытпаймыз. Себебі синустың интегралы минус болып шығады. Қосылған констант. Сонда осыған сәйкес жауап іздейтін болса, ол b нұсқасында орналасқан екен. Минус 2-ден 1 косинус 2х плюс константа. Өте оңай а деңгейлі есеп. 25 осымен аяқталды. Келесі бізде 26. Енді бұл жерде контекст басталды. Жаңа саябақ жобасы дейді. Қала әкімдігі 3 бұрыш ішінде жаңа саябақ салуды жоспарлады. Жақсы, 3 бұрыш екен. Біз білмейміз қандай 3 бұрыш екен. Сондықтан жалпы жағдайдағы 3 бұрышты пока сызып қоя салайық. Енді бізге айтады. А деген координаттан бас нүктесі дейді, 0-ден 0-де орналасқан екен. Окей. Б нүктесі 3-те 4 дейді. Мысалы, мына жерде ала салайық, 3-те 4 екен. С нүктесі 6-та 0 дейді. Окей. Енді саябақтың периметрін анықтаңыз дейді. Жалпы бұл жерде біз не істейміз? Ең бірінші қабырғалардың ұзындықтарын табамыз. Ол үшін екі нүктенің арақашықтығының формуласын қолдансаңыздар жеткілікті. D тең x2 минус x1-дің квадраты түбірдің астына жазып қой бағана. Вот сол. Яғни AB қабырғасының ұзындығын табатын болсақ, ол бізде түбірдің астында 3-тен 0-ді азайтамыз 3 квадраттаймыз 9. 4-тен 0-ді азайтамыз 4 квадраттаймыз 16. Қосамыз 5. Демек AB қабырғасының ұзындығы 5-ке тең. Тура солай, мысалға AC қабырғасының ұзындығын табайық. Бұл жерде 6-тен 0-ді азайтамыз 6 квадраттаймыз 6 квадрат. Қосылған 0-ден 0-ді азайтамыз 0. Бұл жерден айтпаса да түсінікті 6 шығады. Енді BC-ны тауып алсақ, BC қабырғасының ұзындығы ол бізде 6-тан 3-ті азайтамыз 3 квадраттаймыз 9. 0-ден 4-ті азайтамыз минус 4 квадраттаймыз плюс 16. Сонда бізде 5. Окей, демек бізде тең бүйірлі үшбұрыш екен, достар. Бұны қазір біз ескеруіміз керек. Окей? Ол тең бүйірлі. Енді бізден периметр сұрап тұр екен. Проблема жоқ. Периметр болатын болса, барлығын жай ғана қосамыз, сонда бізде 16 дейтін жауап шығады. Енді бір бірлік 100 метр екен ғой. Окей, демек біз мына 16, так, стоп. Қалай олай болып кетті бізде? Так, демек бізде мынау 500, скорее всего, мынау 500, мынау 600 болады. Сонда енді барлығын қосатын болсақ, 1600 шығады екен, достар. Міне есептеп, масштаб бір бірлік 100 метрге тең деп тұр екен. Сонда есептің шешімі А нұсқасында орналасқан, яғни 1600 метр. Окей, жауап осымен тәмамдалды. Келесі бізде 27. Бұл жерде енді ауданды сұрап тұр екен. Пока бірінші өзіміздің геометрияға сәйкес 5-5-6 деп қарастырайық. Сосын барып конвертация жасап жібереміз, окей? Енді бұл жерде 5-5-6 біз қалай табамыз ауданды? Бұны табуға Гирон формуласын қолдансақ болады. Немесе қазір биіктік түсір, биіктік арқылы шығарсақ болады. Лично маған биіктікпен тапқан ұнайды, сол үшін бірінші биіктік түсіремін. H биіктікті тауып аламын. H биіктік бұл тең бүйірлі үшбұрышқа табанына түсетін болса, онда міндетті түрде мынаны теңдей екі бөлікке бөліп, медиананың да қасиетін орындай алады. Бірақ тек қана табанына түсірілген. Мұнда 3, мұнда 3. Енді осы жерден H-ты табатын болсақ, Пифагор теоремасы бойынша 5-тің квадратынан 3-тің квадратын жай ғана азайта саламыз. Сонда бізде биіктіктің мәні 4-ке тең болып шығады. Енді аудан табатын болсақ, S аудан бізде тең болады екен. 1 бөлінген 2, табаны бізде 6, биіктігі 4. Есептейтін болсақ 12. Енді достар бізге нені айтып жатыр? Кстати, бізде сосын мыналар бетіп жүздікке көбейтілу керек қой. Вот, сонда бізде мынау, получается, 400 болады қазір. Мына жерде сонда бізде 600, мұнда мысалы 400. И потом мына екеуі қысқарған кезде бізде мұнда 300 шықты. 300 бен 400 көбейтсек, мынаның артына, получается, біз 4 нөлді тіркейміз ал. Енді достар қараңдар, бізге 1 гектар 10.000 метр квадрат дейді. Бізде не шығып тұр қазір? 120.000 шығып тұр. Получается, бұл 12 гектар дегенді білдіреді.
Мына есептің шешімі А нұсқасында орналасқан екен. Келесі бізде 28-ші тапсырма. Так, енді 28-ші есепте бірінші біз бүйтіп тең берілу үшбұрышты қарастырайық, А, В, С деп. Енді қараңыздар, Б нүктесінен су бұрқақтан, бұл сөйлемнің қатты маңызды емес, АС қабырғасына дейінгі ең қысқа қашықтық. Ең қысқа қашықтық деген, достар, ол бізде биіктік. Ұмытпаңыздар. Яғни какой-то бір нүктеден какой-то бір түзуге дейін ең қысқа қашықтық немесе просто так қашықтық деп келетін болса, сол нүктеден, айтылған түзу, мысалы мынау нүкте, мысалы мынау түзу, осы екеуінің арасына перпендикуляр жібереміз. Яғни нүктеден түзуге перпендикуляр. Ал енді бұл үшбұрышта перпендикуляр жүргізетін болса, демек биіктік болмай ма? Ал біз биіктікті бағана тапқанымыз, ол 4-ке тең болған. Бітті, сонда есептің шешімі Б нұсқасында орналасады екен, достар. Окей, келесі бізде 29-шы есеп. Бұл жерде ауырлық центрі, яғни медианалардың қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз дейді. Оны табу өте оңай. М тең болады. Бағанаға есептер керек. Так, давайте мына жерден таба салайықшы, өйткені жаттап отыруға онша желание жоқ. Медиананы табу үшін x координаттарды қосасыз. XA қосылған XB қосылған XC и оны 3-ке бөлеміз. Y-ке де дәл осылай табылады. Егер z координат болса, z-ке де дәл солай табылушы еді. Сонда бізде x координаттарды қосатын болсақ, 0 қосылған 3 қосылған 6, бұл бізде общий 9, бұны 3-ке бөлеміз, шығады 3. И бұл mx болды, енді келесі my. Яғни медиананың y координатасы, немесе ym деп жазған дұрысырақ болушы еді. Ладно. Бұл жерде y-тарды қосып шығамыз. 0 қосылған 4 қосылған 0. 0 қосылған 4 қосылған 0. И оны да 3-ке бөлеміз. Сонда 4 бөлінген 3. Сонда x координатасы 3, y координатасы 3-тен 4 болатын жауапты іздейміз. Онда жауап, достар, А нұсқасында орналасқан. 29 осымен тамам, келесі бізде 30. Так, енді 30-шы есепте тең берілу үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер айтылып тұр. Өйткені А, В, С нүктелері арқылы өту керек дейді. Сонда бізде былай ғой, андай бір. Так. Андай бір шеңбер бар. Осы шеңбер мына А, В, С дейтін төбелері арқылы өтеді екен. Енді бұл тең берілу, достар. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын біз былай таба салсақ болады ғой. А, В, С бөлінген 4S дейтін формула. Бұл универсал формула любой үшбұрышқа орындалатын еді, есімізде шығар. Енді қабырғаларын біз білеміз, бағана біз оны таптық, 5 көбейту 5 көбейту 6 болған, ал ауданы 10-та біз бағана тауып алған едік, ол бізде 12 болды. Деймін, шатаспасам, давайте тексере салайық. Данный момент есімде жоқ. Бұл жерде аудан бізде 12 болған. Окей, сонда мында барып қоямыз. Енді есептейміз. Сол кезде бізде 12 мен мынаны қысқартсақ болады, мұнда 2, получается үстінде 25, астында 8. Жуық мәнмен емес, өтірік айтам, 25 8-ге бөлетін болсақ, бізде 3,1000-дан 125 дейтін жауапты алады екенбіз. 30-шы есеп осымен аяқталды, келесі бізде 31. Енді бұл жерде y тең 3x минус 2 түзіне қатысты hx және qx функцияларының графиктерінің орналасуын сәйкестендіріңіз дейді. 3x плюс 5, бұл жерде достар қараңдар. Мына жерде 3 пен 3 бірдей болса, және мына нүктелері әртүрлі болса, демек мына екі түзу бір-біріне параллель болады. Кейбір есептер болады. Мына жерде минус 2 деп тұрады. Бұл кезде беттеседі деп жазасыздар. Бірақ енді біздің жағдайда мына жерде нүкте басқаша, сондықтан бұрыштық коэффициенттері бірдей болғандықтан x-тің алдына тұрған сандары, онда олар параллель болады. Келесі, екінші есепте минус 3-тен 1 тұр, мұнда 3 тұр. Енді достар қараңыздар, екеуін көбейтіп тексеріп көріңіз. 3 көбейтілген, минус 1 бөлінген 3. Бізде шығады минус 1. Егер осындай теңдік орындалатын болса, яғни берілген түзу мынаның және мынаның бұрыштық коэффициенті көбейткен кезде минус 1-ді беретін болса, демек бұл екі түзу бір-біріне перпендикуляр орналасқан деген сөз. Мына жерде айқас деген бұл вообще кеңістікте қолданылатын тұжырым. Яғни кеңістіктің термині бұл айқас дегеніміз. Беттеседі дегенді айттым, параллель мен перпендикулярды айттым. 31 тамам, келесі 32. Бұл жерде синус 4x дейді. Жалпы периодтың формуласы ол бізде синус пен косинус үшін 2π бөлінген модуль k болатын. Бұл жерде k дегеніміз x-тің алдында тұрған сан. Сонда 2π бөлінген 4 бізде шығады π бөлінген 2. Мынанікі π бөлінген 2 екен. Енді мында косинусқа келеміз. Бұл жерде t тең болады. Тағы да 2π бөлінген модуль k. Бұл жерде x-тің алдында тұрған сан 1 деп шатасып кетпеңдер. Бізде мұнда 2-ден 1 болып есептеледі. Сонда 2-ден 1. Получается, мұнда 4π шығады екен. Сонда бізде жауап нұсқасы.
32 осымен тамам. Келесі бізде 33. Так, сенде 33-ші тапсырмада векторға қатысты есеп келген екен. Сәйкестендіру керек. B векторы A векторына қатысты өзара қалай орналасқан? Тең вектор емес. Қарама-қарсы бағытталған емес. Неге? Давайте түсіндіріп кетейін деп просто айта салмай. Тең вектор болу үшін ол 3-4 болу керек мұнда. Яғни бірдей болу керек. Сол үшін бұл тең векторлар емес. Қарама-қарсы бағытталған. Қарама-қарсы бағытталған болады, егер де бізде -3 және 4 болса. Бізде олай орналаспаған B векторы. Сол үшін қарама-қарсы емес. Бағыттас, яғни коллинеар деп тұр. Коллинеардың келесі бір атауы ол параллель еді. Енді бұны тексеру үшін бүйтесіз. Мына 3-ті мынаның x коэффициентіне бөліңіз. Тура солай мына -4-ті мынаның y мәніне бөліңіз. Екеуіне бірдей сан шыға ма, шықпай ма? То есть мына теңдік орындала ма, орындалмай ма? Бізде 2-ден 1 тең 2-ден 1 шығады. Екі беті бірдей. Демек, бұлар бағыттас векторлар дегенді білдіреді. Яғни коллинеар векторлар. Перпендикулярлық қалай еді? Скаляр көбейтіндісі 0-ді беру керек. Енді достар қараңыздар, мына жерде с векторы 4-3 екен. Біз сразу перпендикулярлыққа тексеретін болсақ, мына а мен с-ның көбейтіндісі, яғни скаляр көбейтінді 0-ге теңесетін болса, демек олар перпендикуляр векторлар болып есептеледі. Сонда бізде 3-те -4, оны көбейтеміз 4-те 3-ге. Есептейік, 3 пен 4-ті көбейтеміз 12, -4 пен 3-ті көбейтеміз -12. Расында да бізге 0-ге теңесіп қалды скаляр көбейтінді. Демек, бұл перпендикуляр орналасқан векторлар болады. Қай кезде түсіндіре алдым, қай кезде бағыттас болады, қай кезде перпендикуляр болады, не? Келесі бізде 34-ші тапсырма. Функцияның жұп тақтығын сәйкестендіріңіз дейді. Бұның өзінің ережесі бар. Ол ережені мен өзімнің PDF формула жинағыма салғанмын, Телеграмда тұр, алып көрсеңіздер болады. Окей. Қалай шығарамыз? Бұл жерде x квадрат көбейту косинус x. Мынау достар бізде жұп функция x квадрат деген. Неге? Себебі оның дәрежесі жұпса. Я? Косинус x тригонометрияда өздерің білетін бір-ақ штук жұп функция бар, ол косинус. Жұп пен жұпты көбейтетін болсақ, жұп функция шығады. Сонда бұл А нұсқасы. Келесі, мынау бізде тақ, синус, бұл да тақ. Тақ пен тақты қосатын болсақ, тақ функция шығады. Сонда бұл тақ функция болады екен достар. Окей, 34 осымен тамам. Келесі бізде 35. Енді бұл есепте геометриялық денелер мен олардың жақтар санын сәйкестендіріңіз дейді. Тетраэдр. Тетра деген 4 дегенді білдіреді. Тетра 4. Типа тетра пакет дейді. 4 бұрышлы пакет. Солай ассоциациямен жаттасаңыздар болады. Тетра деген 4. Жалпы тетраэдр деген ол пирамида ғой достар. Мінекей. Оның 4 жағы бар. Сонда бұл жерде с нұсқасы болады. Кубтың 6 жағы бар. Біз оның бағана айтқанбыз. Енді кубты өздеріңіз білесіздер, ол кәдімгі коробка. Жақ деген оны 4 бұрыштардың саны. Мысалы, мынада 3 бұрыштардың саны, иә? Окей. 35 осымен тамам. Келесі бізде 36. Енді бұл есепте біз жай ғана интегралды аламыз. Сонда бізде мында x куб бөлінген. Ну, давайте сразу мәндерін жазып кетейік. Енді білетін шығармыз, мына жерде негізі x-тің n дәрежесі бойынша интеграл алынады. Сонда x-тің n плюс 1 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде n плюс 1 қосылған константа. Сонда 3x квадрат дәрежеге 1-ді қосамда, тура соны бөлшектің бөлімінде жазып қоямын. Сол кезде 3 пен 3-тер қысқарып кетеді, x куб қалады. Аз айтылған, мына жерде 2x квадрат бөлшектің бөлімінде дәл осы 2-ні жазам. Сонда 2 мен 2 қысқарады, жай ғана менде x квадрат қалады. Қосылған 1-дің интегралы ол бізде x-ті береді. Енді 11 сыныпта қарастырылатын Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша 1 мен 2-ні қойып, жай ғана есептейміз. Сонда бізде мында 2-нің кубы, азайтылған 2-нің квадраты, қосылған 2. Азайтамыз 1-дің кубы, азайтылған 1-дің квадраты, қосылған 1. Енді осыны есептейтін болсақ, так, бізде шығады достар B нұсқасы, яғни 5 және мұнда B, S, E нұсқалары есептің шешім болады екен достар. Окей, 36 осымен тамам, өте оңай деңгейлі есеп. Келесі бізде 37-ші тапсырма. Енді бір түріне қарасаң, суретпен, как положено, бір күрделі есеп сияқты болып келген, бірақ олай емес, өте оңай шығарылады. Бұл жерде достар қараңыздар, С бұрышы тік дейді. Мына жер 90 градус екен. Бітті, осының уже біраз нәрсені бізге айтып жатыр қазір. А-сы тік бұрышты 3 бұрышы көтерілген, С-да перпендикуляр АБ-ға, мына жер 4, мына жер 9 екен белгілі, С-ның ұзындығын табыңыз дейді. Енді бұл деген бізде биіктік болып тұр, мына сызбадан қарайтын болса. Енді тік бұрышты 3 бұрышта достар, естеріңізде болсын, мысалы, сіздер былайынан көп жаттап қалған шығарсыздар. Именно гипотенузаға жүргізілген кезде биіктік ол оны 2 бөлікке бөледі ғой. И осы 2 бөлікті түбірдің астына алып көбейтетін болсақ, бұл біз осы биіктікті береді. Получается, h тең болады бізде мына 2 бөліктің көбейтілісі 4 пен 9. Ол бізде 6. Сонда есептің шешімі А нұсқасында орналасқан екен. Осымен 37 аяқталды, келесі 38. Дұрыс, 4 бұрышты пирамида айтылған екен. Демек, бірінші сызбасын сызып қояйық. Так.
Хоп, мінекей. Енді оның биіктігі 12-ге тең дейді. Окей, қазір көк түспен оның биіктігін түсірейік. Мінекей. Табандарының диагоналі 10 дейді. Диагоналі 10 болатын болса, мына жер 5, мына жер 5 болады, достар. Мына жер 12. Биіктік қой өйткені. Енді мына диагональ қалай 5-5-тен бөлініп кетті? Себебі бізде дұрыс төртбұрышты пирамида айтылған. Дұрыс төртбұрышты пирамида и биіктік түсірілген кезде ол оның дәл мына диагональдарының қиылысу нүктесіне келіп түседі. Ал енді диагональдарының қиылысу нүктесінде бұл квадрат қой, өйткені дұрыс төртбұрышты деп айтылып тұр. Мынау квадрат, барлық қабырғасы бірдей. Квадратта диагональдардың қиылысу нүктесін теңге 2-ге бөлініп кетеді. Сол үшін 10 деген ұзындық 5-5-тен келіп тұр. Енді бізге бүйір қабырғаны сұрап тұр. L тең болады. Осы жерден 5-тің квадратына қосамыз 12-нің квадратын. Шығады бізде 13. Ондай жауап түбірасы 169 және е нұсқасында орналасқан екен. 38 осымен тәмамдалды. Келесі бізде 39-шы тапсырма. Енді бұл жерде көрсеткіштік теңсіздік келген екен. Бүтін шешімдерін табыңыз дейді. Окей. 2-нің x дәрежесі үлкен, 2-нің 3 дәрежесінен, получается x үлкен болады 3-тен. Бұл дегеніміз кәдімгі 3 және плюс x-ке дейін боялады деген сөз ғой. Мінекей. Кеттік, енді астыға теңсіздік шығаратын болсақ, бұл жерде 1 мен 5, айтпаса да түсінікті. Сан сәулесіне орналастырамыз. Мұнда бізде 1, мұнда бізде 5. И потом плюс, минус, плюс, бізде 1 мен 5-тің арасы. Екеуін енді қиылыстырамыз. Так, бізде 1-ден бастап 5-ке дейін 1 бояп аламыз. Сосын 3-тен бастап плюс x-ке дейін боямыз. Қиылысқан жер есептің шешімі. Ол бізде 3 пен 5-тің арасы. Бүтін сандар 3 кірмейді, өйткені жай жақшамен тұр. Бұл жерде 4 кіреді және 5 кіреді, өйткені 5 тік жақшамен тұр. Сонда 4 және 5. Бүтін шешімдерін табыңыз дейді. 4 және 5 Б және С нұсқаларда орналасқан. 39-мен тамам, келесі тақырып. Функцияның графигі OX өсін қиятын нүктелердің акциясын көрсетіңіз дейді. OX өсін қияды дейтін болса, Y-тің орнына 0-ді қоямыз деген сөз достар. Болды, сонда мына жерге түбірдің астында 2x минус 1 азайтылған 3 тең болады 0-ге. Минус 3-ті былай қарай өткізіп, мына теңдеуді шешеміз, сол есептің шешімі болады. 2x минус 1 тең болады 3-ге, 2 бетін квадраттаймыз, 2x минус 1 тең болады 9-ға, осы жерден x тең болады 5-ге. Бұл анықталу облысына сәйкес келеді. Мына жерде 2x минус 1 үлкен тең болу керек 0-ден, x үлкен тең болу керек 1 бөлінген 2-ден. Расында да біздің 5-іміз 2-ден 1-ден үлкен, демек бұл жауап бола алады. Сонда есептің шешімі е нұсқасында, Д нұсқасында және С нұсқасында. Өйткені 32 деген бұл 2-нің 5 дәрежесі ғой. 5 алдына түседі, логарифм 2-2 бірге айналып кетеді. Болды, сонда С, Д, Е. Окей, 40 есепті толығымен аяқтадық. Пайдалы болдым деген ойдамын. Бұл деңгей кішкене оңай болды, бұл есептердің деңгейі. Қысқаша болса, достар, сіздерге деген ыстық-ықылас шынайы құрметпен тегде Қазбек ағайларыңыз. Келесі нұсқа талдауларды көру үшін міндетті түрде видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің әлеуметтік желілеріме тіркеліңіздер. Барлығы описаниеге тастап кететін боламын. Ол әлеуметтік желілерде де мен өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Телеграмда да, тиктокта да, инстада да өте көп күнделікті есеп талдаулар болады. Окей, тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар жаңа айтып өткен курсқа да тіркелуді ұмытпаңыздар, егер әрине пайда алғыларыңыз келсе. Окей, осымен есеп толық аяқтадық. Келесі нұсқа талдауда аман-есен жолыққанша барлықтарыңызға сәттілік достар. Всем пока. Так, достар, өзімнің алгебра курсымда бір таныстырып өтейін. Достар, қараңыздар, егер де сіздер ұбт математикасына өте арзан бағада бар болған 20 000 теңгеге тыңғылықты дайындалуларыңыз келсе, онда мен сізді өз курсымда күтемін. Курста арнайы платформа бар, видео сабақтардың ұзақтығы 1-1,5 сағатты құрайды. Әрбір тақырыптан кейін қайта Google Meet'ке кіріп практика жасау деген нәрсе жоқ. Яғни сол 1-1,5 сағаттың ішінде біз теориямен де танысып үлгереміз и практикада жасап үлгереміз. Және дәл сол есептерге ұқсас есептерді үй тапсырмасына беремін. Мысалға, функция деген тарауда 200 есеп бар, тригонометрия деген тарауда 100 есептей бар. Енді осының барлығының бағасы ұбт-ға дейін 20 000 теңге ғана. Ал үшін жай ғана WhatsApp-қа өтіңіз. Сонымен қатар платформада жалпы 2000 есеп бар. Үй тапсырмаларының барлығының шешімдері де бар. Окей, осындай керемет мүмкіндікті, керемет ұсынысты жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде WhatsApp-қа өтіңіз. Мен сізді өз курсымда күтетін боламын.